Дауыл! Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Құрбақа қағидасы. Құрбақаны ыстық суға лақтырсақ, не болады? Бұл жер ыңғайсыз, дереу бұл жерден кетуім керек, деп құрбақа табадан ыршып кетеді. Ал егер дәл осы құрбақаны салқын суға салып, табаны сәл қыздырып тұратындай баяу отқа қойсақ ше? Құрбақа пақыр тіпті су температурасының өзгеріп жатқанын бірден байқай қоймайды. Біраз уақыт өтіп, судың жылуы шындап сезіле бастағанда да, құрбақаң шіркін, маған кішкене жылулық артық етпес, деп ойлап рахаттанып жата береді. Ал бұның нәтижесі табада қайнатылған дәмді құрбақа. Әңгімеден түсінгеніміздей, ақиқатында бұл өмірде барлығы кішігірім нәрседен басталып, өзге түгілі өзімізге сезілмей жиыла береді. Қарыздар, күнәлар мен кінәлар, артық салмақ және тағы басқалар. Күнделікті ұсақ-түйек әдеттеріміз мінезіміз өмірге әсер ететінін естен шығармайық.